Англияда өте бай адам өмір сүрген екен. Оның байлығы соншалықты, мемлекет одан қарызға ақша алып тұрған екен. Осыншама байлықты ол үлкен сейф тәрізді бөлмеде сақтаған. Бұл бөлмеге ол жиі келіп байлықтарын қарап қызықтап отырғанды ұнатқан. Бір күні бай сол бөлмеге кірген кезде байқаусызда есік артынан жабылып қамалып қалады. Кілті сыртта қалып қояды. Қанша айқайлап көмекке шақырса да оны ешкім естімейді. Бөлменің есігі қалың, қабырғалары қалың тас, жер асты бункер еді. Үй қызметкерлері оны іздемейді, себебі оның бір-екі айға айтпай қыдырып кетіп қалатын әдеті де болған екен. Оның үстіне бұл бөлме туралы ешкім біле бермеген екен. Сонымен күндер өтіп жатады. Бай тамақсыз, сусыз өлуге айналады. Өзінің қолын алтындарымен кесіп қанымен қабырғаға былай деп жазады: ең бай адам аштан өлді. Ең өкініштісі, күнің бітіп, өлім келген кезде ештеңе де, ешкім де көмектесе алмайды екен. Бар байлығы оны сақтап қала алмаған, таныс тамыр, туыс, дос ешкім де сақтап қала алмайды. Бұл тарихты оқыған кезде үлкен ойға қалады екенсің. Бай болу жаман емес, болу керек, бірақ Алладан алыстамау керек. Ойланып көрейікші. Тыңдағаныңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.